Бас киім киген егеу құйрықтар мен секіргіш тәттілер. Қараңғы еді. 4 бас киім киген егеу құйрық есінеді. Ата-аналар оларға ұйықтайтын уақыт келді, деді. 4 егеу құйрық тістерін тазалап, жуынды. Ұйықтар алдында ертегі тыңдап, көздерін жұмды. Бірақ ата-аналары кеткен сәтте, олар секіргіш тәтті жей бастады. Қуанып, төсекте секірді. Кенеттен біреуі төсектен құлап, аяғын сындырып алды. Сөйтіп әкесі күртешесін киіп, оны ауруханаға апаруға мәжбүр болды. Анасы қалған үшеуіне: "Енді үндемеңдер, бұдан бұлай шуламайсыңдар", деп ескертті. Бірақ анасының кеткені сол-ақ еді. Олар тағы тәтті жей бастады. Секірді де секіре берді. Шкафтың үстіне секірді. Біреуі құлап, басынан жарақат алып, қолын сындырып алды. Сөйтіп әкесі тағы да оны ауруханаға апарды. Анасы қалған 2 егеу құйрыққа: "Енді екеуің үндемейсіңдер, шуламайсыңдар", деді. Бірақ олар тағы да секіргіш тәтті жеді. Сосын қайтадан шкаф үстінде секіріп, біреуі тағы құлап, қолын сындырды. Әкесі оны да ауруханаға апару керек болды. Анасы соңғы егеу құйрыққа: "Сен қазір ұйықтап, тыныш жат", деп еді. Бірақ ол бәрібір тәтті жегісі келді. Секіргіш тәтті жеді. Ол да секіріп, кенеттен ол да құлап, қолын сындырып алды. О Құдайым, әке-шешесі оны да ауруханаға апарды. Сосын олар 4 бас киім киген егеу құйрықты үйлеріне алып келді. Бұл жолы олар бірде-бір ұйықтататын кәмпит жемей ұйықтап қалды. "Құдайға шүкір, енді біз де ұйықтай аламыз", деді анасы шаршаған дауыспен.